Так. Міне давление бар ішінде. Давление бар. Мынау обраткасіне жалғанып тұр, міне. Обраткасіне жалғанып тұр. Давление бар. Мынау френ құятын өзінің клапан шредері. Мынау подачаның клапан шредері. Давление бар. Компрессорге тоқ келіп тұр. Қазір оны да тексеріп жіберейік. Компрессорге дегенде мына жерде пускач бар. Пускач. Мынаны түсір қазір. Пускач тексереміз, міне қара, 380 келіп тұр төбесіне. Жақсы келіп тұр, 396 тоқ нормально. Міне үстіне келіп тұр нормально. Енді мына пускач тартпай тұр. Мына қада тоқ келіп тұр. 220 келіп тұр мына жерге. Міне 220 келіп тұр. Бұл пускач тартпай тұр. Себебі деген, қазір пускачты қоссақ, компрессордың міне ашып қарап отыр, тоқ келіп тұр компрессорға. Пускачты қосқан кезде компрессор 380 келеді. Ал компрессордың дауысы андай іші дейтін тарылдап отыр, короче, ненормальный компрессор, короче. Сосын мына жерде міне давление. Компрессор қосылған кезде, любой компрессор қосылған кезде, мынау қазір мысалы міне неде тұр ғой, шкаласында, сол компрессор қосылған кезде ішіндегі френ циркуляция жүрген кезде мына давление түсу керек бүйтіп. Компрессор нормально істеп тұрса егер да, ал мынада, короче, түспейді. Сейбір шаншығы бар. Так, мына жерде циркуляция түспейді, короче. Міне қазір тексереміз. Міне бір қолыммен қазір ана 380-ді қосып қарап отырам. Компрессорге тоқ барып тұрғанына көз жеткіземіз. Екіншіден компрессордың несі істемей тұрғанына көз жеткіземіз. Компрессиясы неге десең, мынау түспейді, короче. Давление түспейді. Пускачты қолмен ручной қосам. Бірінші тоқ мынаны түсір қазір. 380 наған мынаны келіп тұрған көз жеткізейік. Сосын барып компрессор қосылған дауысынан да белгілі ғой. Бірақ сол компрессор тарылдағаннан мынау несі түспейді, короче. Давление түспейді, себебі деген компрессордың компрессиясы кетіп жатыр. Міне, тоқты түсір, тоқты. Енді манометр түсір. Міне, осылай. Компрессордың дауысы тақылдап жатыр, короче. Ненормальный компрессор, короче. Ненормальный дауыс. Бұлай болмау керек негізі. Бұл дейтін ішінде компрессиясы бірдеңесі үшін бірдеңе болған наған. Оны енді ашып қарай алмайсың, бұл герметичный тұрған зат. Бұл тек былай тексерген кезде сразу давление түсу керек. Мына себебі системада френ бар ғой. Системада френ бар. Міне, системасында френ бар, әдемі френ тұр. Бірақ солда давление мен мына қосылған кезде компрессор, циркуляция айналған кезде давление түсу керек. Мысалы, мыналарда 410-дарда 7,5-8-ге дейін түсу керек. Давление, рабочий кәдімгі давлениесі. А мынада түспей тұр. Значит, компрессордың ішінде компрессиясы кетіп қалған. Басқа компрессорден бәрі солай тексеріледі жалпы. Содан істемей тұрған болу керек. В общем, екеуі де сондай, ана блокта, мына блокта, қасымызда, мына блокта сондай. Әдемі тоқ келіп тұр, сол компрессиясы, компрессор не то.